Қайырлы күн, кино сүйер қауым. Бүгін сіздерге кореялық киноны айтып беремін. Ол киноның аты Чудо деп айтылады. Бұл кинода екі егіз қыз туралы баяндалады. Бірі Суми және Рина болып табылады. Бұл жерде Суми арық және Рина толық қыз болады. Суми өте әдемі, танымал, биші және өте дөрекі және мақтаншақ болып келеді. Өте биді жақсы көреді. Би билегенді жақсы көреді. Бұның қасындағы бір топта барлығы билейді және ән айтады. Қасындағы қыздар оны жек көреді, өйткені ол әнді ондай қатты айта алмайды, бірақ би билегесін өте әдемі болғасын ол өте танымал. Ал Рина өте жақсы ән айтады. Ешкім оның өзінің инстаграм болады, бірақ оған үнемі ән айтып, жанды дауысты өлең айтып тұрады. Оған көптеген адамдар жазылып, лайк басып, тіпті мақтайды, бірақ оның түрін ешқашан көрсетпейді. Өйткені түрін көрсетсе, мені барлығы жек көреді, менің әнімді тыңдамайды деп ойлайды. Одан кейін Сумиді бір танымал әнші бірге ән айтуға шақырады. Сол кезде қасындағы қыздар оны жек көреді, өйткені оның дауысы жоқ еді. Сөйтіп ол танымал әнші Хэсон болады. Одан кейін келесі күні жаңағы Сумидің үйіне журналистер келеді. Сол кезде Рина ол Суми сіңлісі туралы айтпайды, өйткені Суми толық қыз болады. Сондықтан оны бөлмеге кіріп отыруын сұрайды. Және де оның сіңлісі бауыры бар екенін, оны басқа елде, шетелде оқу оқитынын айтып береді. Екеуі жалпы үнемі ұрсып жүреді, төбелесіп, екеуі егіз болғанмен, бірақ бір-біріне қарама-қайшы. Бірі ұнататын нәрсені екіншісі ұнатпайды, екіншісі ұнататын нәрсені біріншісі ұнатпайды деген сияқты. Негізі Суми мектепке барғысы келмейді, өйткені мектептегі достарының барлығы оны үнемі мазақ қылып, тоқ екенін бетіне басып жүреді. Суми мектептегі ең бұзақы жігіт Госокты қатты жақсы көреді. Алдыңғы жылы осы Госокты қатты жақсы көргені соншалық хат жазып сыйлық бермекші болады, бірақ оны хатты достары, қыздар алып қойып мазақ қылады оны. Одан кейін Рина танымал әншімен видеоға түсуге барады, бірақ оны Ринаның дауысы жоқ екеніне жаны келіп, Хэсок онан бас тартып кетіп қалады. Оған жынданған Рина ашуланады. Кейін Суми далада өзінің күшігімен ойнап отқан кезде күшігі аяқ астынан көшеге қарай қаша жөнеледі. Сол күшігінің артынан өзі де сол күшікті іздеймін деп артынан жүгіре жөнеледі. Сол кезде жерде жатқан бір әйелді, үлкен кісіні көріп қалады. Сол кісіге көмектеспекші болып, ол кісіні көтеріп үйіне апарады. Сол кезде ол қыздың өте мейірімді екенін түсініп, ол қызға айтады: мен палшымын, осы карталардың біреуін таңда дейді. Сол кезде қыз ол ешкім таңдамайтын бір ерекше картаны таңдайды. Сол балшы кісі айтады: осы карта бұл армандарды орындайтын, тілекті орындайтын карта деп оның мойнына бір алқа береді. Алқаны тағу барысында ол тілек айтады. Оның іштей өзінің сіңлісі Сумидің орнына болған қалайды, бірақ ол қанша қаласа да олай айтпайды. Оның орнына мен арық болғым келеді деп өзінің тілегін айтады. Бірақ келесі күні аяқ астынан есіне танып құлап қалады. Екінші сыңарда би билеп жатып, ол да құлап қалады. Екеуін больницаға апарып оянған кезде олардың мамалары оларды басқаша айтады. Бір-біріне қарап таң қалып, бір-біріне орын ауысып кеткенін біледі. Екеуі жынданып, бастарына таспен бастарын ұра бастайды. Қайтадан орнымызға ауыстыр деп, бірақ ол орнына келмейді. Сөйтіп ол өзінің палшы кісі берген алқасын есіне түсіп, сол палшы кісіге жүгіріп барады. Сол кезде ол айтады, палшы кісі үйінде жоқ болып шығады, бірақ бір айдан кейін қайтадан орнына келетінін айтады. Одан кейін бір ай ол екеуі бір айда бір-бірімен келіседі. Рина ол Сумидің барлық әрекеттерін жаттап, соның әрекеттерін үнемі қайталап жүру керек болады, ал Мина Сумидікін қайталау керек. Сөйтіп екеуі бір-бірінің орындарын алмастырады. Рина сол келесі күні сахнада би билеп ән айтпақшы болады, бірақ шамалы қобалжып, биін ұмытып қалады. Өйткені ол дұрыс билей алмайды ғой. Келесі күні Рина сахнада билей алмай, бірақ өлеңді өте жақсы айтып шығады. Адамдардың барлығы оған таң қалады. Сол тобындағы ең басты жақсы айтатын қыз өлеңді ұмытып қалады. Сол кезде жаңағы Рина оның орнын жауып, тағы да өлеңді өте жақсы айтады. Сол кездегі бағанағы Хэсон таң қалып, оны бірге ән айтуға шақырады. Келесі күні Суми толық болады, мектепке барады. Мектепке барған кезде оған тағы да қыздар, жігіттер тиісе бастайды, ұсқын сөз деп мазақтайды. Бірақ оған мән бермей кетіп қалады. Тіпті оған өзінің бұрынғы жақсы көрген жігіті тиіседі. Оған Хэсонды
итеріп жіберіп оған ұсқынсыз екенін айтып тастайды. Сол кезде мектептегі қыздардың барлығы оған таңғала бастайды. Келесі күні мектепке барған кезде өзінің сыныптағы қыздары әдемі билеп жатады, бірақ оған жаңағы Рима күліп тарқылдап күліп жібереді. Сол кезде мектептегі қыздар оған сен жақсы билей алсаң, кәне сен билеші деп оны шақырады. Сол кезде Рима ана жерде өте әдемі билейді. Қыздардың барлығы таңғалып оған ол қалай жақсы биледі деп таңғала түседі. Одан кейін екеуі бір-бірін тани түседі. Бұрындары бір-бірімен үнемі ұрсып жүретін екеуі бір-бірінің өмірлеріне кіріп, күнделіктерін оқып, тіпті андай телефондарын шұқылап, қайсысы ненің жақсы көретінін біле бастайды. Рина ол күнделіктерін тауып алып, ішіндегі не ұнататын нәрселерді күнде көріп, бақылап жүретін болады. Одан кейін Рима ол толық болғандықтан, ол үнемі ән айтуға барады, жарыстарға барады, бірақ барлық адамдар оның андай қанша әдемі өлең айтқанмен оның сырт келбеті не бірден бас тартады одан. Одан кейін негізі алқа, андай тілек орындайтын алқа болып табылады. Енді соңғы 30-шы күн болады. Екеуі төбелесіп қалады. Сол кезде Рима өзінің жаңағы жақсы көретін жігіті екеуі үнемі Хесон екеуі бірге бөліп, бірге үнемі қыз бен жігіт ретінде кездесіп жүреді. Одан кейін 30-шы күні болғандықтан ол екеуі бір-бірімен қырылысып төбелесіп қалады. Бірақ сонда да қатты алақанына қатты қысып өздерінің баяғыдай болуын қалайды. Бірақ олар азанда ұйқыдан тұрса да ондай болмайды. Қайтадан өз орнына келмейді. Сөйтіп олар тағы да 2-3 күн жүреді. Бір күні аяқ астынан екеуі бірге кездеспекші болады. Сол кезде Рима машинаның астында қалып қояды. Оны құтқармақшы болады да Суми жүгіріп оны итеріп жібереді, құтқарып қалады. Сол кезде сол баяғы өздерінің орындарына келіп қалады. Не үшін деп больницаға барған кезде сол дәрігер сол баяғы палшыға ұқсайтын әйел болып шығады. Сен нағыз шын ниетпен өзіңнің сіңліне шын ниетпен көмектестің деп жауап береді. Сондықтан сен қайтадан өз орнына келдің деп. Екеуі осылай бір-бірін өте қатты тани түседі, бір-бірін жақсы көреді, үнемі бір-бірімен әңгімелесіп жүреді. Одан кейін Суми өзінің сіңілісінің жігітіне ғашық болғанын біліп, ол жігітіне Хесонға барып, Хесонмен енді ән айтпайтынына айтып, бірге жүрмейміз деп бас тартады. Ал толық Рима болса, өзінің баяғы жігіті, бұзық жігіті келіп, оған өзінің жақсы көретінін айтады, бірақ одан да бас тартады. Өйткені ол ана бұрынғы өзінің екінші егізі болған кездегі бір-бірін жақсы көргендерін бас тартып, бір-бірін апалы-сіңлі одан сайын неғыла түседі, тани түседі. Екеуі жақсы болып өмір сүре береді. Одан кейін айтатыны бұл кинода адамның түріне қарамай, ішкі жан дүниесіне қарап, бақытты болу керек, уақытты тиімді пайдалану керек, бір-бірін сыйлап, жақсы өмір сүру керек. Одан кейін Рима сырт келбетінен ұялмай ән кештеріне барып, ән айтады, оны адамдар тани бастайды. Сөйтіп жақсы өмір сүріп кетеді. Жақсы сау болыңыздар. Егер де кино ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.